Интернет біз білетіннен де терең, ал сол тереңдіктің түбінде ең мазасыз, ұмытылған, кейде тіпті тыйым салынған суреттер мен аңыздар жатады. Бүгін біз солардың кейбірін зерттейміз. Бұл айсберг, бірінші деңгей. Дайын бол, өйткені кей суреттерге бір рет қарау жеткілікті. Бүгінгі видеода үш айсбергтің бірі Тедди. Тедди аңыз бойынша бұл алып көздері бар қорқынышты қуыршақ. Оның көзіне қараған сәтте адам өзін жайсыз сезінеді. Келесі секундта ол сенің жаныңда пайда болады. Бірақ мына қорқынышты түр қайдан шықты дейсің ғой? Барлығы оңай түсіндіріледі. Бұл ойыншық шамамен 70-ші жылдары шыққан, сол кезде КСРО-дағы ойыншық өндірісі сападан алыс еді. Ал нақты қай жылы түсіргені әлі күнге дейін белгісіз. Ал суреттегі фон кәдімгі кеңестік пәтердің обойы болатын. Келесі бізде нақты Красти Краб. Бұл бүкіл шығарылымдағы ең жұмсақ әрі қызық суреттердің бірі. Ал оның тақырыбы бәрімізге таныс Спанч Бобтағы Красти Краб мейрамханасы. Нақты Красти Краб расында болған. Ол шамамен 2014 жылы Палестинадағы Рамалла қаласында ашылған. Іші мен сыртына дейін мультфильмдегі мейрамхана стилінде жасалған. Танымал пішіні, терезелері, тіпті сол жазуы барлығы да сол күйінде. Интернетте бұл жердің бар екенін дәлелдейтін фотолар мен видеолар да болған. Алайда, өкінішке орай, 2019 жылы ресторан жабылып қалды. Ресми себебі айтылмады, бірақ көпшілік мұны авторлық құқық мәселесімен байланыстырады. Nickelodeon компаниясы ресми рұқсат бермеген болуы да мүмкін. Дегенмен бұл оқиға тарихтағы сирек жағдайлардың бірі, өйткені қиялдан туған жер алғаш рет шынында өмірде пайда болды. Сол себепті бұл сурет кейіннен культке айналды. Ал енді бізде келесі айсберг, қарғыс атқан телепузиктер. Дайын болыңыздар. Бұл өте қорқынышты. Бұл сурет интернеттегі ең танымал әрі ең мазасыз бейнелердің бірі. Ол желіде талай жылдан бері айналып жүр. Көп адам оны көріп, бір мезетте әрі таныс, әрі қорқынышты сезімге бөленеді. Суретте аурухана төсегінде отырған бір бала бейнеленген, оны айнала қоршап тұрғандар. Телепузиктерге ұқсайтын кейіпкерлер. Фондағы бөлшектерге қарағанда сурет ауруханада түсірілген. Мұнда төсек жиі ілінген штатив. Ал бұрышта әйгілі Нидерланд футболшысы Денис Бекрамптың постері тұр. Біз осы суретке қарадық, бірақ енді ең басты бір сұрақ бар. Ол бала кім? Және сол телепузик костюмдерінің ішінде кімдер бар? Бұл сұрақтардың жауабы бәлкім ешқашан табылмайды. Осымен видео аяқталды. Сіздермен бірге болған Ернұр Q арнасы. Келесі видеода не түсірейін? Комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Ал ендеше аман сау болыңыздар.